Сіздердің бәріңіздің ортаңызда бір ғана қағаз жатыр, ана дәптерді алып тастаймыз, телефонды алып тастаймыз. Дәптер, телефон еш нәрсе болмау керек, балалар. Енді әдеттегідей біз топтық жұмыс жүргізу үшін тобымызға ат таңдауымыз керек. Сондықтан бірінші тапсырма бұл 2 минутқа беріледі. Топтарыңызға ат таңдаңыздар. Сосын топпасы кім, сол топпасы неге сол атты таңдағанын айтады. Жақсы, уақыт кетті. Мирамында отырыңыз. Ал, уақыт кетті. Ол бір сөзден ғана құралу керек әдеттегідей, және өте мәнді, мазмұнды, тілмен байланысты болу керек. Тілмен байланысты болу керек. Уақыт бітті. Топпасылар, тұрамыз да өзіміз таныстырамыз және топтың атын таныстырамыз. Неге сол атты таңдағанымызды айтамыз. Қысқа нұсқа. Достарыңа қарап айтыңыз. Данышпандар деген таңдадық. Неге десеңіз, біздің топта тек қана үздікті балдар оқиды. Өз салаларында үздікті балдар оқиды. Тілмен қандай байланысы бар? Тілмен байланысты біздің данышпандарымыз ол Әйтеке би, Төле би, Қазбек би тілі арқылы көп мәселелерді шешкен. Өте жақсы. Сондықтан сіздерде сол билер сияқты болғыларыңыз келеді. Жақсы. Қабылдаймыз ба? Онда атын құттықтаймыз бірінші топтың. Данышпандар деген, данышпан деген өте жақсы таңдады. Келесі Назеркенің тобы. Назеркенің тобы. Топпасы кім? Жақсы, Назерке. Тұрып онда айта ғой. Біздің тобымыздың аты бірлік. Ал мақалға келетін болсақ, бірлік болмайды, тірлік болмайды деп алдық. Себебі барлығымыз жиналғанда ғана бір шешімге келе аламыз. Және қорытындыны бірге жасағанда тілмен байланыстырамыз. Жаңа айттым ғой, тілмен байланыстырамыз. Барлығымыз бір тілде сөйлейміз, сондықтан да бірлігіміз жарасқан топ болу үшін бірлік. Тамаша. Тіл ортақ болған кезде бірлік шығады екен, жақсы. Үшінші топпасыларыңыз кім? Сіздің атыңыз? Атымыз кітапхана. Біздің атымыз кітапхана. Неліктен кітапхана? Өйткені бүкіл әлемдік білім кітапханада болады. Қабылдаймыз ба? Жоқ. Қабылданбайды, ешқандай әдемі, мәнді ат емес. Сондықтан сіздер аты жоқ топ боласыздар. Өз аттарыңызды өздеріңіз дұрыстап таңдай алмадыңыздар. Аты жоқ топ. Онда қазіргі бірінші тапсырма бойынша балалар өзінің атын дұрыс қорғап және дәйектеп айтқан топ болған жоқ. Мысалы, Бауыржан атын айтты, бірақ дәйектейтін мақалы не нақыл сөзі айтылған жоқ. Назерке атын өте жақсы айтты, бірақ тілмен байланыстыруы қиындау болып барып шешті. Сондықтан бірлік тобына 2 балл береміз. 2 балл береміз. Данышпан тобына 1,5 балл береміз. Ал енді кітапхана тобы сол 0-мен қалады. Ары қарай кеттік. Енді бірінші тапсырма. Енді бұл тіл құндылық деген үлкен мәселені шешіп жатырмыз. Соны қорытындылап жатырмыз. Ендеше бірінші тапсырма, тіл дегеніміз не? Ортаға диаграмманы толтырамыз, санап отырып толтырамыз. 1 минутта қанша сөз жаза алады екенсіздер? Санап отырып, 1, 2, 3 деп сандарды қойып отырып. 1 минут беріледі, балалар. Соқтыртып тұратын қан тамыры. Найза, напиши найза. Кинжал.
Майса. Жасаймыз. Қазақша сөйлейміз. Уақыт бітті. Тез санын айтамыз. Қанша сөз? 11 сөз. 11 сөз сіздерде? 9 сөз. Сіздерде? 13. Жақсы. Данышпандар 11. Бірлік 13. Аты жоқ топ 9. Жақсы. Енді жылдам оқимыз, қандай сөздер жазғанымыз. Егер қате сөз болса, алып тастаймыз. Топ басылары бұл сұраққа кім жауап береді? Соған сипаттама беріп сөз береміз. Осы жолы Назеркенің тобы бастайды. Біздің топтан Алтынай жауап береді. Алтынай қызымыз жауап береді дейді. Тіл деген қару, қарым-қатынас, аманат, мүмкіндік, ұлттық қазына, тағдырдың кілті, бақыт, рухани мұра, құндылық, танымның құралы, өркениет, жаңа көзқарас. 11. Құндылық. 12. Сіздер 13 дедіңіздер. 12. Біреуін аламыз. 12. Өтірік айтқан үшін екеуін аламыз. Сонда 10. Міне. Жауап анық, адал берілу керек. Бұл топтан Урсула кім сөйлейді, сөз бере ғой? Біздің топтан Темірлан сөйлейді. Темірлан біздің ең ақылды топ мүшеміз. Жақсы. Ең ақылды жігіт Темірланға береміз дейді. Жақсы. Санап отырамыз сөздерді, бір-біріміз тыңдап отырамыз. Байлық, ұлттың мұрасы, құндылық, жүректі соқтыртатын қан тамыры, аманат, қарым-қатынас құралы, тағдырдың кілті, найза, халық жаны. Халықтың жаны. Жақсы. 11 болды ма? 9 деді қойып. Сендер 9. Сендер қанша болып кетті? 10 болды меніңше. 9 шықты ма? Жақсы. Онда 9 қалпында қалдырайық. Келесі Бауыржанның тобы. Қандай сөз жаздыңыздар? Мен санағанда 10 сияқты болдым екен. Біздің топта Бұлақтай мөлдір Алина сөйлейді. Бұлақтай мөлдір Әлима сөйлейді дейді. Ал, осыдан кейін қалай Әлима жауап береді екен көрейік. Тіл бұл тәрбие тірегі, салт дәстүрдің негізі, тағдырдың кілті, ұлттық мұра, тәуелсіздіктің іргетасы, асыл ойдың бұлағы, аманат, коммуникация құралы, қару және мүмкіндік. 9. Тағы да ұлттың кілті. Ұлттың жаны де, кілт емес. Жақсы. Тағы бар халықтың жаны. Халықтың жаны. Сіздерде де жақсы жауаптар болды, бірақ коммуникация дегеннің қазақшасы қандай? Қарым-қатынас. Қарым-қатынас біреуін аламыз. Сосын 11 дедіңіздер де 10 оқыдыңыздар. Тағы біреуін аламыз, сонда сіздерде 9 дұрыс жауап болады. Жақсы, мен санап тұрмын балалар. Сондықтан ол артынан айтылған сөз, ол саналмайды. Ары қарай кеттік. Келесі тапсырма балалар сандар сөйлейді деп аталады. Сандар сөйлейді. Бұл қазақ тіліне байланысты біздің өткен тақырыптармен тікелей байланысты сандар. Басқа жаңағы 7 ата, 9 құмалақ деген сөздердің керегі жоқ. Сіздер берілген санды қазақ тілімен байланыстырып айтасыздар. Онда ол қандай сандар? Бірінші 5000,
600, 7 және 5. Өзіміз өткен дүниелер. Тілге қатысты балалар. Тілге қатысты. 2 минут беремін. 2 минут беремін. Бұл жолы тапсырманы Урсуланың тобы бастайды. Жазба түрлері бар. Жазба түрлері бар. Жазбасы бар. Жеті қалай? Тілдің жеті құралы. Мемлекеттік тіл, ресми тіл, статус бар. Жеті статус. Тілдің жеті. Тілдің жеті. Қандай ол? Мемлекеттік. Түрі бар. Мемлекеттік потом. Сосын у нас все жран без стиль. Без стиль бар. Әдеби. Тілдің жеті түрі бар. Және без стилі бар. Аяқ алыстар жақсы. Жарты минут қалды. Урсуланың тобы бастайды, сондықтан кім сөйлейтінін анықтаймыз. Алина. Судай мөлдір. Уақыт бітті. Уақыт бітті. Енді сөйлейтіндер ғана дайындалады. Урсула, сіздердің аты жоқ топ бастайды. Мен тобымда Судай мөлдір, көзі әдемі Алина сөйлейді. Бота көз ба? Бота көз ба, көзі? Көз әдемі, жақсы. Жақсы. Алина, топтың шешімін айтады, балалар. Сіздер қарап отырыңыздар. Қате болса, бір-бірімізді қатеміз тапсақ, ол бал болып қосылады. Әлемде 5000-ға жуық тіл бар, осының ішінде 600-дің тілдің жазба мәдениеті бар. Тілдің негізі 7 түрі бар, мысалы ұлттық, халықаралық, мемлекеттік. Және де сол қазақ тілінде 5 стиль бар. Публицистикалық, ресми, көркем әдебиет, және тағы басқалары. Тағы да Жақсы, сіздердің жауаптарыңыз сол, сандармен байланысты. Жақсы. Бауыржан тобынан кім сөйлейді? Біздің топтан Жерге қойып қой. Қойып қой жерге. Біздің топтан айбатты, жігерлі Даниял сөйлейді. Өте жақсы, айбатты, жігерлі Даниял сөйлейді. 5000-ға қатысты дерек, ол дүние жүзінде 5000-нан астам тіл бар. 600-ге қатысты дерек, ол 600 жазба деректер бар. Деректер, 7 түрлі тіл бар, яғни мемлекеттік, ұлттық, жергілікті, ресми, халықаралық, мемлекетаралық және әлемдік. Және 5 стиль бар. Ол ауызекі, көркем әдеби, ғылыми, ресми және публицистика. Жақсы. Қабылдайық сіздер. Түх, қандай әдемі сөз. Міне балалар, бір-біріңді көтеріп сөйлеу деген қандай керемет. 5000-нан аса тіл бар, 600 жазба мәдениеті сөйлейтін тіл бар, 7 түрлі тіл бар, тура және тобата ретінде ресми, ұлттық, халықаралық, мемлекеттік, жергілікті, әлемдік и мемлекетаралық. И 5 стиль бар, ғылыми, публицистикалық, көркем әдеби, ауызекі, ресми. Жақсы, жақсы. Жалпы жауап бәрінде дұрыс. 5000-ға жуық дедіңіздер, сіздер 5000-нан аса тіл бар дедіңіздер. Ол жағынан дұрыс. 600 жазба дерек бар деді. Қате, сіздердікі дұрыс, сіздердікі дұрыс. 7
яғни әлем тілдері неге қарай 7-ге бөлінеді? Толық жауап беру керек. Қолданыс аясына және мәртебесіне, сол нәрсені толығырақ айту керек еді. Бұған үшеуіңіз де шала жауап бердіңіздер. Қай тұрғыда шала жауап бердіңіздер? Ең әуел ең кең таралған тіл қай тіл еді? Ағылшын. Ол әлем тілі. Содан кейін халықаралық, одан кейін мемлекет аралық, одан кейін мемлекеттік тіл, одан кейін Ресми. ұлттық тіл, одан кейін ресми, одан кейін ұлттық, одан кейін міне осы жүйе сақталу керек қой. Сіздер сол жүйеміз бәрін араластырып жатсыздар. Яғни мұнда да шала болды деген сөз. 5 стильдің түрі бар дедіңіздер, оны үшеуіңіз де шатастырып айттыңыздар. Дұрыс айттыңыздар, бірақ атауын дұрыс айттыңыздар, бірақ жүйесі шатасты. Ал шын мәнінде қалай? Ауызекі, көркем, публицистикалық, ресми және міне. Мынау балалар тіл деген математика сияқты деп айтамыз ғой. Сондықтан бәрі жүйесімен айтылу керек. Оның шатасқан нәрсесі әйтеуір айтсақ болды деген емес. Сондықтан данышпандар тобы бір жерден қате кетті. Сондықтан 4 балл қоямын. Бірлік. Сіздерде де қате кеткен жер, сол шатасқан нәрселер болды. 4 балл қоямын. 4 балл қоямын. Аты жоқ топ. Сіздер бастадыңыздар, негізгі мағлұматтың бәрі дұрыс, бірақ сіздерде де шатасу болды. Сондықтан үшеуіңе де 4 балл қоямын. Мынау негізі 6 балдың жұмысы болған. Шатасқандарым үшін 4 балдан қойдым. Жақсы, енді келесі тапсырма реферат конспектіде жазылатын клишелер. Реферат конспектіде жазылатын клишелер, клише сөздер. Тірек сөздер. Тірек сөздер. Құрылымдар ғой, структура дейміз, конструкция дейміз ғой сол. Реферат конспектіде қолданылатын тірек конструкциялар, тірек құрылымдар. Бұл енді кішкене күрделі, сондықтан 3 минут берем. Балапандар, көп рахмет. Енді қазір нәтижесін шығара салайын, сендер нету үшін. Жақсы. Онда данышпандар қандай сөз таптыңыздар бірінші? Баяндалады, қойылады, сипатталады, дәлелдейді, дәйектейді, фактілер келтіреді. Сіздер? Жақсы. Сіздер? Тағы да не бұзылды? Реті бұзылды. Реті бұзылады. Басы қалай басталушы еді? Мақала деп аталады деп басылады. Ол мына жерде жарияланған деп аталады. Бірімізден біріміз қалыспай жатырмыз ғой. Шатасудан. Жақсы. Ән, қандай ән айтасыңдар? Қазақша. Қандай ән айтасыңдар? Қандай ән айтамыз? Жоқ, ол болмайды. Жақсы. Онда әнді де айтқандарыңа 5 балдан қояйын. Өте жақсы. Ән айтқандарың қазақша әнді жақсы біледі екенсіңдер. Енді нәтижесін шығарамыз. 1,5, 10,5, 15,5, 18,5, 23,5. Данышпан тобы 2, 12, 16, 19, 24. Бірлік тобы 9, 13, 16, 21. Аты жоқ топ. Онда құттықтаймын. Барлық. Жалпы қандай қорытынды жасауға болады? Біз білімді сол күні оқыдық, сол жерде тастап кетпейміз, Ол үнемі ойымызда жаңғырып тұру керек екен. Бүгінгі топтық жарысқа қатысқандарыңа, әдемі ән айтқандарыңа көп рахмет. Осымен сабақты аяқтаймыз.